Антарктида бу ерде эн узак ве барылмасы кыйын олган сайлав бөлігі ерлешкен. Академик Вернадский станциясында 30-дан зиеде украинчалыша. Олар махсус рейберув усылынен қоланды. Құтыпчыларының 24-түнжі экспедициясы там Антарктик станциясына ел тұтмақта. Олар гемеде рейбережеклер. Тавселятлыджа бұнын ақында невбетті келев хада. Ең ұзақ сайлав бөлігі Академик Вернадский Антарктик станциясы. 15 000 километр ұзақлығында ерлеше. Анда учақ еді геменен бір авта ішінде барып чықмақ мүмкін. Бюллетеннің скан копиясы Академик Вернадский станциясына юланылacak. 34 құтыпчымыз анда рей беріп олacak. Бойле бөліклерде гемелерде де олғаны кібі бюллетенлерінің өзлері япа білелер. Әр шей канунға көре. Антарктидаға невбеттікі 24-ші Украин экспедициясы ел тұтмақта. Мартның 31-де олар әліда деңізде гемиделер. Біз станцияда дегіл гемиде рей бережекміз, ама бізге рей бермек үшін имкан гемини капитаны бермеледір. Бұ бізге бағлы дегіл. Эпсы экспедиция азалары веда елда олғанлар рей бермек үшін сайлав бөлігіні деңіштірмеділер. Весіқаларымызна Антарктик меркезі тарафындан берілді. Бұ ерде епіміз қайдиетінен кечтік. Бұнен оғрашқан мақсус адам бар. Өзіміз бұны япмадық. Бұ ерде рей берув ұсылы дегер сайлав бөліклерінен асла фарқ етмей. Сайлав комиссиясының рейбері 23-ші экспедиция башы олды. Кетип система идарежесі. Також на станції вже силами самих полярників. Станцияда құтыпчылар өзі рейсандығына верей берув одасына азарладылар. Асылында бұ балбанмаса вертикаль оларақ қойла ве басманен қапатыла. Бойреже Украин ватандашлары гізлі оларақ рей бере ола. Рей құтыпчылар ерлі вақытқа көре берді. Соңра нәтижелеріні ве комиссия протоколларыны скан копияларыны йолайжақлар. Весеқаларыны асыл нұсқаларыны Украинаға апрелін ортасында 23-ші Украин Антарктик экспедициясы кетірежек.